Сәлем, сүйікті кішкентай көрермен. Бүгін біз сендермен бірге ерекше балабақшаға саяхат жасаймыз. Ал егер ертегілер әлеміне жиі келгің келсе, міндетті түрде біздің арнаға жазыл, ертегілеріміз дәл сен үшін. Ертегі басталды. Ақылды Айлин мен байсалды Бекжан баяғыда Еркемай ауылында Балбөбек деген бір ерекше балабақша болыпты. Бұл балабақшада қарапайым емес, ақылды да тәрбиелі балалар ғана баратын. Солардың ішінде бәрін таңғалдыратын екеуі бар еді, Айлин мен Бекжан. Айлин өте зерек қыз. Ол 3 жасында әріптерді танып, 4 жасында қазақша еркін оқитын. Ал Бекжан салмақты, жауапты әрі достарын ешқашан ренжітпейтін нағыз үлгілі бала. Балабақшада олар бәріне көмектесетін. Бір күні тәрбиеші апай Айлин мен Бекжанға үлкен тапсырма берді. Топтағы балаларға дос болу деген не тақырыбында кішкентай көрініс дайындау керек болды. Айлин мен Бекжан балаларға рөлдерді бөліп, бәрін үйретіп дайындықты бастап кетті. Бірақ сол сәтте балабақшада бір ерекше жағдай болды. Бір күні балабақша ауласында үлкен емен ағашының түбінде кішкентай хат тауып алды олар. Хатта: Балбөбек балабақшасының даналығын сынау үшін ертеңгі күні тылсым қонақ келеді. Тек нағыз ақылды және жүрегі мейірімге толы балалар ғана оның тапсырмасын орындай алады. Балалар таңғалды. Тылсым қонақ кім болуы мүмкін? Қандай тапсырма? Бәрі үрейлене бастады. Бірақ Айлин: қорықпаңдар. Егер жүрегіміз таза, ниетіміз шын болса, біз кез келген сынақтан өтеміз, деді. Осылайша ертегі басталған еді. Келесі бөлімде тылсым қонақтың кім екенін біліп, балабақша балалары қандай сынақтардан өтетінін білесің. Қымбатты көрермен, егер саған бұл ертегі ұнаса, арнаға жазылып қой, ертегінің жалғасы сені міндетті түрде қуантады.